Сәлем достар, YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы Европа чемпионаты өзінің қызыған шағында екені белгілі. Күнде әртүрлі қызық матчтар өтіп жатыр. Жалпы кешегі матчтардың нәтижесінде көріп тұрсыздар. Жалпы одан бөлек Европадағы клубтық футболға да арасында көңіл бөліп қоюды жөн санап отырмын. Жалпы өздеріңіз естіген боларсыздар. Бүкіл Европаны дүр сілкіндірді десек болатын шығар. Кешегі жаңалық Фабрицио Романо, итальяндық атақты жаңағы бір абыройлы дейді ғой, авторитетный инсайдер өзінің Twitter парақшасында жаңағы Серхио Рамостың, Реал Мадридтің ұзақ жылдар бойы көшбасшысы, құтқарушысы, капитаны, жалпы Реал Мадридтің аңызы, Реал Мадридтің сондай бір бетке тұтары деп айтсақ болатын шығар. Серхио Рамостың осы жаңа маусымда командадан кететіні жайындағы ақпарат шықты. Бүгін, яғни 17-ші маусым күні өзінің қоштасатын пресс-конференциясы болады. Жалпы осы жайында не айта аламыз? Өздеріңіз білетіндей, ұзақ уақыттан бері Серхио Рамос пен Мадридтік Реалдың арасында келіссөздері жүріп жатқан, жаңағы жалақы жөнінде жаңағы келіспей жатты, жаңағы келісімшарттың уақыты жөнінде келісе алмай жатты. Жалпы көптеген келіспеушіліктер орын алып жатты. Әрине өздеріңіз білетіндей, Флорентино Перес те бірінші жыл футболдың айналасында жүрген жоқ, сондықтан келіссөзді жақсы жүргізетін маман екенін жақсы білесіздер. Және өкінішке орай, мадридтік жанкүйерлердің өкінішіне орай деп айтайық, олардың ең сүйікті ойыншылары, бұл сөз жалпы ешкімге жаңағыдай спорт тудырмайтын шығар, ең сүйікті ойыншылары Серхио Рамос командадан кетеді. Жалпы Серхио Рамос дегенде сонау ең алғашқы 2005-2006 жылдардағы Реалдың үздік құрамдарының бірі еске түседі. Сол Бекхемнің, Рауль, Зидан, Фигу, жаңағы Гути, Робиньо, Баптиста, Касилес, басқа да жұлдыздарды Серхио Рамос бір алаңды бөліскен, жаңағы қалай дейді, замандас болған ойыншы десек болатын шығар. 2005 жылы өздеріңіз білетіндей Севильядан ауысқан уақытында, ол уақытта 19 жасар бала, сол уақытта жаңағы сондай үлкен жұлдыздардың қатарына түскен болатын. Тіпті Мадридтік Реалдың үздік бапкерлерінің бірі соңғы жылдардағы Зиданмен де иық тіресіп ойнаған бір командада, оны да білесіздер. Жалпы әрине өкінішті Серхио Рамостың осылай кетіп жатқаны. Және бұл Флорентино Перестің кезекті қателігі болуы әбден мүмкін. Өздеріңіз білетінде шығарсыздар, Мадридтік Реалдың жанкүйері болсаңыз, кезінде Флорентино Перес, Фернандо Мориентес, Клод Макелеле, тіпті сол Альваро Мората немесе тіпті Криштиану Роналдоның жағдайында да өте көп сондай бір қателіктер жіберген болатын, трансферлік саясаты жағынан. Және бұл да кезекті қателігі болуы мүмкін. Әрине жаңағы жасы үлкен Серхио Рамостың, алайда тәжірибе мол, жаңағы команданың лидері, үздік ойыншысы соңғы жылдардағы, өткен жылғы чемпиондық талас кезінде өзіңіз білетіндей қанша маңызды голдарды соқты. Одан бөлек Чемпиондар лигасының финалында, барша финалдарда гол соғып шыққан ойыншы. Жалпы Серхио Рамостың еңбегін асыра сілтеп жіберу мүмкін емес сияқты сөзбен айтып Реалдағы. Сондықтан оны бұлай жай ғана жібере салу, бұл белден төмен соққы дейді ғой қазақ тілінде. Бұл сондай жағдай. Бұл сол бір баяғы Мадридтік Реалдың бетке тұтарлары, Серхио Рамосқа дейінгі бетке тұтар болған ойыншылары Рауль Гонсалес немесе Хосе Мария Гути, тіпті сол 5 жылдан енді асқан Икер Касилестің өзінде де осындай жағдай болған болатын. Сондықтан бұлай өзінің командасының аңыз ойыншыларымен бұлай жасау, менімше ешқандай адамдық жаңағы санаға сыймайтын нәрсе деп ойлаймын. Одан кейін тіпті футбол алаңында да дәл қазір Мадридтің құрамында ешқандай да бір Серхио Рамостың орнын басып, болашақта жаңағыдай бір көшбасшы болатындай ойыншы көріп тұрған жоқпын. Ол дәл сол, мысалы, орталық қорғаушылар келетін болсақ, Эдер Милитау немесе Начо деп алатын болсақ, дәл қазіргі негізгі қорғаушыларды екеуінің де мен ешқандай да потенциалы Серхио Рамостың жанында да тұрмайды. Мен көріп тұрғаным бойынша. Сондықтан Флорентино Перестің бұл кезекті қателігі болуы әбден мүмкін. Және одан бөлек Рафаэль Варанның да командадан кетуі әбден мүмкін екенін өздеріңіз білесіздер. Мадридтік Реал жалпы бір трансферлік ауысым кезінде қос бірдей өзінің негізгі орталық қорғаушыларын жоғалтатын болса, алдағы маусым Мадридтік Реал үшін өте қиынға соғуы әбден мүмкін. Бұл жайында да ойлану керек. Жалпы міне, құрметті достар, бүгінгі қысқа болса да осындай видеом Серхио Рамостың кетуіне
байланысты шығып жатқан арнайы видео. Әдеттегідей видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Botinio KZ арнасы.